Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым, менің көрермендерім. Мен бүгін сіздерге осындай корейская капуста салатын дайындағым келіп отыр. Рецептісімен бөліскім келіп отыр. Өте оңай және дәмді болып шығады. Ол үшін бізге тек қана орам жапырақ пен сәбіз ғана қажет, және де дәмдеуіштер. Бұл дәмдеуіштер өте қолжетімді, барлық дүкендерден табуға болады. Ал енді бастайық. Капустаның салмағы 250 грамм, сәбіздің салмағы 400 граммдай. Осындай мөлшерде дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осылай орам жапырағымызды 3 бөлікке бөліп, үлкен бөліктерге тураймыз. Тым ұсатпаңыздар, өйткені біздің салатымыз сұйық майын дәмдеуіштерін барын қосып араластырғанда өзі көлемі отырады. Осындай үлкен бөліктерге бөліп турап алайық. Үлкенде отсаңыздар, өйткені біздің орам жапырағымыз турағанда көлемі үлкен болады. Міне достар, турап алдық. Енді осылай бірігіп қалған жерлерін осылай қолмен ажыратып алыңыздар. Өйткені біздің дәмдеуіштеріміз барлығы сіңу керек. Осылай ажыратып, осы орам жапыраққа 1,5 шай қасық тұз салып, оны осылай қолмен қатты қыспай, қатты сықпай араластыру керек. Және де тұз салғаннан кейін 30-40 минутқа қоя тұрамыз. 30-40 минуттың ішінде 1-2 рет капустамызды, яғни орам жапырағымызды араластырып отырыңыздар. Бірақ қатты қолмен қыспаңыздар, сынып қалмасын. Достар, міне 40 минуттай тұрды. Енді қолымызды қараңыз, міне қолымызды уже суланып тұр. Яғни ол жаңағы біздің орам жапырақтың суы шықты деген сөз. Енді осының үстіне осылай сәбізімізді теркалаймыз. Теркамен өтпей тұр екен, басқасынан алып. Мен достар, басқа ыдысқа ыңғайлы жерге осылай міне теркалап алдым. Сәбізімізді осылай ұзыннан теркалаңыздар, әдемі болып шығады. Енді осылай орам жапыраққа қосып, дәмдеуіштерін қоса бастаймыз. Ең бірінші біз самсағымызды осындай 4-5 штук болу керек. Осыны біз осындай үкіштен, терканың үкішінен барлығын өтіп аламыз. Sarımsağımız dayın. Енді дәмдеуіштерін қосамыз. 3 ас қасық қант қосамыз. Және де паприка, молотая паприка дейді. Оны 1,5 шай қасық қосу керек. Достар, негізі бұның дәмдеуіштерінің барлығы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Біреуге ащы, біреуге тәтті ұнайды, біреуге дозын көптеу салғанын ұнайды. Сондықтан да мен өзімнің мөлшерін жазып қоямын. Міне кориандрды 3 шай қасық қостым. Енді куркума дегеніміз ол біздің осы салатымызға әдемі түс береді. Жаңа қоңыр болып тұрған түс осы куркуманың арқасында. Осылай 2 шай қасық қостым. Кейіннен егер түсі шықпай жатса тағы да қосамын. Және де осылай қызыл бұрыш мен жарты шай қасық қостым. Негізі одан да көп қоссаңыздар кішкене ащылау болады. Мен енді балалар шағам қатты ащы жемегендіктен мен жарты шай қасық қостым. Және де осының дәмдеуіш. Бұл дәмдеуішті біреулері китайский соль дейді, дәмдеуіш дейді. Маған өте дәмі осының ұнайды. Осыған 1 шай қасық қостым. Кейіннен дәмі аз болып жатса тағы да қосамын. Енді 75 грамм сұйық майымызды ысытып, осылай үстіне құямыз. Енді осы салатымызды жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырғаннан кейін тағы дәмін көріп, дәмдеуіштерді егер жетпей жатса тағы да қосуға болады. Және де осылай 70%-ық сірке суын осылай 1 үлкен ас қасықпен қостым. Маған осы жеткілікті, өйткені мен қатты дәмі шыққанды ұнайды маған. Егер де қосам десеңіз тағы да қосуға болады. Міне дәмдеуіштің дәмі аздау екен, тағы да 1 шай қасық қостым. Енді араластырамыз жақсылап. Достар, мен тағы да 1 шай қасық куркума қостым, өйткені түсі кішкене аздау болды, қоңыр түсі. Сондықтан да бар жоғы сонда 3 қасық қостым. Міне достар, менің салатым дайын. Өте оңай дайындалады және де өте дәмді. Жай ғана капуста мен сәбізден дайындалатын салат. Егер де сіздерге бүгінгі рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және қоңыраушады басты ұмытпаңыздар. Егер де салатым ұнап жатса, дайындап көріңіздер. Дәмін ұнап жатса, комментарий жазыңыздар міндетті түрде астына. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.